Қытайдың ұлы ойшылы Сун Цзидің нақыл сөздері. Жеңімпаздар алдымен жеңеді, тек содан кейін соғысқа барады. Ал жеңілгендер шабуылдаған соң жеңісті іздей бастайды. Достарыңызды өзіңізге жақын ұстаңыз, ал жауларыңызды одан да жақын. Қол сұғылмаушылық қорғаныста, бірақ жеңіске жету мүмкіндігі тек шабуылда. Егер сіз балаларыңыздың қандай екенін білмесеңіз, олардың достарына қараңыз. Көпшілікті басқару бұл бірнеше адамды басқарумен бірдей. Мәселе ұйымдастыруда. Жауды жоюдың қажеті жоқ, оны ұрысқа қатысуға бел байлаудан айыру жеткілікті. Кім қашан күресуге болатынын білсе және мүмкін емес екенін білсе, ол жеңімпаз болады. Ең жақсы соғыс жаудың жоспарларын бұзу, келесі жерде оның одақтарын бұзу, келесі жерде оның әскерлерін жеңу, ең жаманы бекіністі қоршау. Қатемді көрсеткен кісі ұстазым, дұрысымды көрсеткен кісі досым, орынсыз мақтаған кісі жауым. Сіздің жоспарыңыз неғұрлым тапқыр болса, соғұрлым аз адамдар онымен келіседі. Адамдар жалқаулықпен өздеріне қамқорлық жасауды ұмытып кеткен кезде қиындықтар туындайды. Жеңімпаз жауынгерлер алдымен жеңіске жетіп, содан кейін ғана ұрысқа қатысады. Жеңілгендер алдымен ұрысқа қатысады, содан кейін ғана жеңуге тырысады. Тактикасыз стратегия бұл жеңіске жетудің ең баяу жолы. Стратегиясыз тактика бұл жеңілістің алдындағы жайсыздық. Адамның жаман қасиеттері мен әрекеттері өзіңе байланысты. Соғыстың нақты мақсаты бейбітшілік. Бізбен болғандарыңызға рахмет, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.